Амансыз қадірлі көрермен, сәлем қазағымның ұл-қыздары, еліміздің болашақ жұлдыздары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мол мүмкіндіктер мен жарқын білімнің қара шаңырағы. Студенттердің кәсіби біліктілігін шыңдайтын оқу ордасы. Оның ішінде өзіміз білім алған журфак дарындыларды даралайтын мекен. Мұнда болашақ мамандар тәжірибелік дағдыны игеріп қана қоймай, кәсіби құзыреттілік пен академиялық ұшқырлықты меңгереді. Ендеше бұл ақпарды менің болашақ әріптестерім, жас тілшілеріміз өрбітіп әкетсін. Фараби бабамыздың есімі берілген оқу ордасы 20 мыңнан астам білімгердің басын біріктірген шаңырақ халықаралық QS рейтингінің көрсетуі бойынша 250 үздік университеттер қатарына еніп, биыл 236 орынға көтерілді. Қазірде оқу ордасында 180 сала бойынша кадрлар даярмайтын 14 факультет бар. Соның ішінде журналистика факультеті кәсіби ақпарат мамандарымен елімізді үздіксіз қамтамасыз етіп отыр. Әл-Фараби атындағы қазудың журналистика факультеті Қазақстандағы журналистер даярбайтын бірден-бір оқу ордасы. Қазірде факультетімізде журналистер одағының 30 мүшесі, 9 ғылым докторы мен профессор бар қызмет атқарады. Журфакты бітірген даңқты түлектер арасында Оралхан Бөкей, Сайын Мұратбеков, Құлықбек Естәулетов, Мұхтар Құлмұхамед, Табылды Досымов, Руслан Бөлебай, Алтынай Байтоқановалар бар. Журналистика теориялық білімді ғана емес, тәжірибені қажет ететін мамандық. Осы аталған заңдылықтарды меңгеру үшін қазуда барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Телестудия, радиостудия, фотостудиясы тағы бар. Ендеше, бір жылда атқарған еңбектерімізге бірге шолу жасап көрейік. Шілденің шіліңгір ыстығында шетел асқан кез, Ыстықкөлде өткен журналистер жиынынан репортаж жасап, қазақстандық делегацияның көшін бастадық. Жылдың басты жаңалығы қысқы универсиаданың Алматыда өтуі болды. Осы тұста бізде белгілі журналистермен қалыспай қатар жүріп, ақпарат тараттық. Спортшыларымызды құттықтап, алғашқылардың бірі болып, жеңісті сәттерімен бөлістік. Қазу мен отандық телеарналар арасында келісімшарт жасалған. Бұл да біз үшін таптырмас мүмкіндіктер сыйлайды. Журфактан үйренеріміз мұнымен шектелмек емес. Қазудың телерадио кешені журналистикада жол табуына ықпал ететін алғашқы баспалдақтардың бірі десек те болады. Мен Күнтуарымбек, кезекті әріптесім Дана Маратоваға беремін. Қазақ ұлттық университетінің радиосы. Құлақ түре жүріңіздер. Қуанышты жаңалық. Журналистика факультетінің студенті Нұргүл Асанова қазақ ару атанды. Байқаудың қалай өткендігін Нұргүлдің өзіне сұрап білейік. Нұргүл, жеңісің құтты болсын. Рахмет, Дана. Мен қазақ ару 2017 атанғаныма өте қуаныштымын. Қазір болашақ журналист ретінде келі қазудың журфагында кәсіби білім алып жатырмын. Бұл жеңіске менің ұстаздарым мен достарымның рухани қолдауы жетеледі. Журфактан түлеп ұшқан түлектер ұлт мүддесі үшін еліміздің әр саласында қызмет етіп жүр. Олай болса, түлектеріміздің лебізін тыңдайық. Бәріміз, бүкіл еліміз бай, қуатты болсын. Мен Нұртілеу Иманғалиұлы, Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің студенті болғанымда мақтан тұтамын. Қазгу десе, көңілім толқып, жүрегім аттай тулап, сағынышты күйгенем. Осы ғажап қалашықта, әйгілі журфакта 4 жылым өтті ғой. Осы оқу ордасындағы ұлағатты ұстаздардан білім алған мен қандай бақыт дедім. Мен де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алдым және журналистика факультетінде оқығанымды мақтанышпен барлық жерде айтып жүремін. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет журналистика факультетін бітіріп, қазіргі таңда Ауғанстандағы ең атақты телеканал Шымшат деген атпен суда зам директор болып жұмыс атқарамын. Мен болашақта Майя Веронская сияқты танымал тележурналист болғым келеді. Журналист болу менен арманым. Менің алға қойған мақсатым айқын. Журналист болу мақсатында қазуға келдім. Журналист болу менің арманым.
Мен болашақ медиа магнатпын. Мен конвергентті журналистпін. Мен ұлттық идеологияның жаршысымын. Біздің таңдауымыз журналистика.